Шулы қалада дүниеге келдім. Жасым 18-ге толмаған жас өспіріммін. Басқалар сияқты бақытты балалық шақ дегенді көрмедім. Біздің үйде 4 бауырым бар. Әкем қатал, мінезі ауыр адам. Ол бала туғызуды білсе де, балаға деген мейірімі жоқ. Қайта бізді асырап баққанын міндет қылып, үнемі есімізге салып отырады. Анам. Байғұс анам өте жуас, әкемнің алдында иілген адам. Әкем оны ұрып, бойындағы қайратын сындырып тастағандай. Ес білгелі анамның күліп, өзін еркін ұстағанын көрмеппін. Ол тек әкемнің айтқанына бағынып, барын бізге арнайды. Көңілінде басқа арманы, үміті барын сезсем де, ол туралы ешқашан айтпайды. Нағашыларым Қарақалпақстанда тұрады. Анамның туған еліне қайтқанын ешқашан көрмедім. Ешкім қызым деп үйге келмейді, анам да оларды іздемейді. Бұл үнсіздік бізді әбден тұншықтырып жібергендей. Анамның сағынышын оның үнсіз жанарынан ғана сеземін. Бала кезімде кейде өзімді бөтен сезінетімін. Үйдің ішінде жүргенімен маған орын жоқтай көрінетін. Әкемнен жасқану, анамды қорғаштау менің күнделікті тірлігіме айналған. Бауырымды бауырыма басып бірге өстік. Бірақ осы шаңырақтың астында әрқайсымыз өзіміздің бақытсыздығымызды жасырын арқалап жүрміз. Әкемнің қаталдығынан бәріміз жасқаншақ болып өстік. Өзге балалар сияқты ананы әпер, мынаны киемін деген сөзді айтудың өзі бізге жат еді. Әкемнің қаһары мен ашуы бізді құлыптап тастағандай. Ал анам, байғұс анам, күн сайын қоқыс төгетін жерлерді аралап, біреулер тастаған есі құсқы киімдерді әкелетін. Біз бала болғасын, оны ештеңе деместен киіп алатынбыз. Бірақ есейген сайын бұл жағдайға ішімдегі ыза арта түсті. Қоқыстан киінетінім, өзімді басқалардан төмен сезінетінім жанымды жегідей жеді. Әкем болса, ештеңеден тарықпай, жұмысын істеп жарқырап киініп жүретін. Оның осылай шалқып өмір сүргені бізге арман ғана. Бірақ ең сорақысы әкемнің сыртта тағы бір әйелі барын тек мен ғана білетінім. Бір күні күтпеген жерден оларды көріп қалдым. Біздің подъезд жақта екеуі құшақтасып, қоштасып тұрған еді. Бұл көрініс менің жан дүниемді астан-кестен етті. Өз әкемнің екі түрлі өмір сүріп жүргенін көру ішкі дүниемді күйретті. Анамның осындай күйге түскені, ал әкемнің басқа өмірі бары туралы шындық мені жан тәніммен ашуландырды. Бірақ бұл шындықты мен ғана білемін, оны ешкімге айта алмаймын. Анамның жүрегін жаралағым келмейді, ал бауырларыма айтсам, бәрі құлайды деп қорқамын. Бой жетіп, бұл әлемнің әділетсіздігін түсіне бастадым. Әкемнің өзіне ғана жайлы етіп құрған өміріне қарап, біз неге осылай өмір сүруіміз керек деп іштей ашуланып жүрдім. Әкемнің қаталдығынан анам сияқты өмір бойы жуас болып қалғым келмейді. Мен сол жағдайдан сабақ алып, өзімді өзгертуге шешім қабылдадым. Анам секілді өмір бойы сорланып өткім жоқ. Сол үшін әкеме қарсы тұрып, өзімді еркін сезінуім керек деп өзімді жігерлендірдім. Әкем айлық алған күні ақшасын үйде бір күн ұстайтынын жақсы білемін. Бұл оның өз қағидасы еді. Сол сәтті пайдаланып, ешкімге білдіртпей 100 000 теңгені ұрлап алдым. Қолыма алғаш түскен ақшамен сабаққа бармай, бірден базарға тарттым. Алғаш рет өзіме, анама және бауырларыма жаңа киімдер алып, өзімді керемет сезіндім. Анамның жүзіне күлкі, бауырларымның жүзіне қуаныш сыйлағым келді. Қалған ақшаның бір бөлігін арман болған донер, бургер, басқа да фастфудтарға жұмсадым. Себебі бауырларым мұндай тамақты бұрын-соңды жеп көрмеген. Олар үнемі жатарда достарының донер, пицца жегендерін қызығып айтып отыратын. Мен сол армандарын орындап, олардың қуанышына куә болғым келді. Үйге келе жатып, ішімде қуаныш пен үрей қатар жүрді. Бір жағынан өзімді батыл сезінсем, екінші жағынан әкем біліп қойса, не боларын ойлап жүрегім қобалжыды. Бірақ бұл бір сәттік жеңіс мені жігерлендірді. Бауырларымның қуанышын көру мен үшін бәрінен маңызды еді. Үйге жақындаған сайын жүрегім жиі соғып, қорқынышым күшейді. Есік алдына келсем, анам байғұс тыпыршып, өзіне орын таба алмай жүр екен. Ішім суып кетті. Үйден бауырларымның жылаған дауыстары естіледі. Әкем оларды жазалап, жандарын қинап қойғаны анық.
Іштей өзімді кінәлай бастадым, бірақ тоқтау жоқ, бұл менің шешімім еді. Жігерімді жинап, үйге батыл кірдім де, тура әкемнің алдына барып. Мен алдым 100 000 теңгені. Міне, жұмсап келдім. Деп ашы даусымен шынын айттым. Әкем мені тыңдамады, ашудан жарылғандай сөзімді естімегендей болды. Оның көзі қанталап, жүзі тас болып кеткен. Ештеңе деместен маған қарай беттеді. Жүрегім зу ете қалды. Әкемнің қолы көтерілгенін көріп көзім жұмылып дайын болдым. Бірақ бұл жолымен қорқып қалғым келмеді. Қорқынышқа бой бермей, оның алдында бас имей тұрдым. Анам қорғауға ұмтылды. Бірақ анамның әлсіздігі мені одан сайын ызаландырды. Әкемнің зәрлі ашуы мен ауыр қолынан анамның да, менің де қашып құтылуымыз екі талай еді. Әкем мені өлгенше ұрды. Белдігімен денем көгергенше ұрып тастады. Есімнен танып құладым. 100 000 үшін өз қызын аямаған әкені мен неге аяуым керек? Ертеңіне көзімді әрең аштым. Денемдегі ауырсынулар менің кеше болған оқиғаларды есіме салып тұрды. Кішкентай сіңілім қасыма келіп сыбырлап, әпке, кеше базардан сатып алған жаңа киімдерімді, күшті тамақтарды әкем деп жылап жіберді. Сорлы әкем оларды өртеп жіберіпті. Киімді неге өртегенін түсінбедім. Тамақты бере салса болады ғой, бірақ ол бургерді, донерді де қоқысқа лақтырып тастапты. Менің ішімдегі үміттің соңғы шырағы да сол сәтте сөніп кеткендей болды. Қатты ызаланып көзімнен жас тоқтамай ағып, егіліп жыладым. Бұл әділетсіздікке енді төзімім жетпейтінін түсіндім. Еш ойланбастан телефонымды алып 102 нөмірін тердім де әкемнің үстінен шағымдандым. Бәрі де өзгеру керек, мен енді үнсіз қалғым келмеді. Алло, мен өз әкемді соттағым келеді. Деп ашы өксіктің кесірінен жылап жібердім. Сот процесі ұзаққа созылып 2 айдан аса уақыт өтті. Сол уақытта мені балалар қорғау ұйымына алып кетті. Барлығы мені қорғауға даяр болды. Әкемнің үстінен берген арызым сотқа жетіп, әкемді қамауға алды. Менің денемдегі жарақаттарым барлығына көрініп тұрды, бірақ бұл жеңіс сияқты сезілмеді. Әкем 5 жылға сотталды. Бірақ сот басталғанша үйде тыныштық болған жоқ. Әжем де, анам да мені көндіргісі келіп, маза бермеді. Әжем менің түгімді қоймады, күн сайын ашумен сөзбен сабады. Тіпті туған анам да. Қызым, арызыңды алшы. Ол сенің әкең ғой. Деп мені аянышты көзімен қарап, жалынып сұрады. Бірақ мен іштей қатайып, бұл шешімімнен бас тартқым келмеді. Неге мені ешкім түсінбейді? Әке деген балаларын қорғайтын жан емес пе? Менің әкем бізге қорған болудың орнына өмірімізді тозаққа айналдырды. Ондай әкеден садаға. Түрмеде шіріп кетсе де, маған бәрібір еді. Әжеме осы ойымды ашық айтқанымда, ол шошып кетті. Сен қыз оңбайсың. Өз әкеңді соттап оңбай кеткір. Деп ашуға мінді. Ол менің жүрегімді ауыртып қайғырып сөйледі. Бірақ менің жүрегім әбден жараланып, тасқа айналғандай болды. Ешкім мені түсінбей, тек айыптаумен болды. Әкем сотталған соң өзім сұранып үйге қайттым. Анам мені қуана қарсы алды, бауырларым да сағынып қалған екен. Үйде тыныштық орнап, бәрі бір түрлі жеңілдегендей болды. Әкемнің енді жоқ екенін білгенде, ішімде біраз тыныштық сезімі пайда болды. Бірақ менің ойым әкем түрмеден шыққанға дейін бұл қаладан көшіп кету еді. Әзірге осында қалуым керек, себебі мектепті бітіруім қажет. Қазір анам екеуміз үй жақтағы шағын супермаркетте жұмыс істеп жүрміз. Дүкеннің бастығы біздің жағдайымызды жақсы біледі. Ол өзі үйге келіп бізге жұмыс ұсынған еді, айлығымыз да жақсы. Анам мен бауырларымның жүздерінде шаттық бар, олар өмірге жаңадан келгендей өзгерді. Қалаған тағамдарын жеп, қалаған киімдерін киіп жүр. Арасында қыдырып, ойын-сауыққа барып, бұрын-соңды көрмеген еркіндікті сезініп жатырмыз. Бірақ бәрі осылай жайнап тұрғандай көрінгенімен, соңғы кезде бір нәрсе көңілімді түсіріп жүр. Әжемнің келіп айтқан сөздері жанымда ауыртады. Ол, сен қыз көп құтырма, әкең түрмеден шыққан соң жазаңды береді, деп айтып кетеді. Бұл сөздер қайта-қайта ойыма оралып, жүрегімде үрей тудырады. Әжемнің сөзіне мән бермеуге тырысамын, бірақ бұл ойлар менің санамнан кетпей, мазалап жүр. Әкем түрмеден шыққанда не болады деп іштей уайымдаймын.